Әдебиеттік оқу. Сабақтың тақырыбы найзағай. Оқу мақсаты: шығарманың тақырыбы мен үзіндісіне сүйеніп, оқиғаның соңын болжау. Найзағай бұлттар не бұлт пен жер арасында болатын алып электрлік ұшқынды разряд. Найзағай кешенді табиғи құбылыс. Бұл құбылыс кезінде қалың будақ жаңбырлы бұлттарда және бұлттар мен жер арасында көп еселі электр разрядтары пайда болады. Яғни тоқ жүреді. Күн күркірейді. Ұйтқыма жел соғып, дауыл тұрады. Кейде бұршақ аралас нөсер жаңбыр да жауады. Найзағай өте қауіпті. Ол биік ағашқа, кейде адамға да түседі. Найзағайдан сақ болған жөн. Берілген нақыл сөзді көшіріп жаз. Жазып болған соң оқы. Көктем жауын шашынсыз болмас. Жауын шашынды болса, жасынсыз болмас. Яғни көктем кезінде жауын шашын болады екен. Ал жауын шашын болатын болса, яғни жаңбыр жауатын болса, найзағай да болады екен. Найзағайдың екінші аты жасын деп аталады. Тағы да бір атын жай деп айтады. Сонда найзағайды жасын, жай деп те айтамыз. Олар синонимдес сөздер. Әртүрлі жазылғанмен мағыналары бір. Адасқан сөздер деген ойын ойнайық. Адасқан сөздерді сәйкестендіріп сыз. Жаңбыр жауғанда не болады? Жаңбыр басылғанда не болады? Тұстағы сөздерді оқып, сәйкесінше қос. Мысалы, жаңбыр жауғанда жарқырап күн шықты. Менің айтып тұрғаным дұрыс па, әлде бұрыс па? Өзің ойлан. Жауапты нақтылап дұрыс жаз. Егер де мен қателескен болсам, менің қатемді түзе. Тыңда. Найзағай. Жазғы демалыс кезі. Біз жүгерінің арам шөбін отап жүредік. Күн күйіп тұрған. Түске таман аспанда қара бұлт пайда болды да, ұлғая аспанды түгел жайлап алды. Дала күңгірттеніп түнере түсті де, жаңбыр құйып кетті. Қос едәуір жерде еді. Жұрт паналар жер таппаған соң, кетпен күректерін төбелеріне тосты. Төңкерілген көп кетпен жыпырлап тұр. Найзағай жарқылдап, шатыр-шұтыр күн күркірегенде металдың жай тартатыны есіме түсе кетті. «Қашыңдар!» деп айқай салдым. «Кетпенді тастап қашыңдар!» деп дауыстады Болат та менің ойымды түсінгендей. Кенет шыққан ащы дауыстан шошып қалған жұрт кетпен күректерін лақтырып, қосқа қарай қашты. Демде ұзап кеттік. Көп кешікпей жаздың жылы жаңбыры басылды да, лезде аспан шайдай ашылып, бұлт арасынан жарқырап күн шыға келді. Қайтып орнымызға келсек, әлгі жерге жасын түсіпті. Кетпен күректердің кейбіреуін жапырып, кейбірін тесіп жерге сіңіп кетіпті. Бұл көріністен жаны түршіккен қарттар: «Ойпырмай, осы жерде тұра берсек не болар еді? Білгендеріңнен, оқығандарыңнан айналайын, өркендерің өссін» деп Болат екеумізге алғыс айтты. Жүгері дегеніміз кукуруз. Оны өзің күнделікті өмірде жеп жүрсің. Ал қос дегеніміз күрке. Далада жұмыс дегенде адамдар шай ішетін, демалатын орын жасайды. Күннен қорғау, желден қорғау үшін қалқа тұрғызады. Міне соны қос деп айтады.
Кетпен дегеніміз егін және далалы жерде топырақты қопсытуға арналған құрал. Күректі өзің білесің. Енді сұрақтарға жауап бер. Адамдар қайда, не істеп жүрген? Қандай құбылыс болды? Неліктен адамдар кетпендер мен күректерін төбелеріне тосты? Бала неге айғай салды? Жай қайда түсіпті? Жұрт балаларға неге алғыс айтты? Бұл сұрақтарға өз білгеніңше жауап бер. Содан соң мәтінді өз бетіңше 4-5 рет қайталап оқы.